Бізде ендігі сабақ мәт деп аталады. Мәт деген ол созу. Ол созу 2, 4, 6-ға дейін бола береді. Сол біз қазір қарапайым созатын екі әріпке созатын созу түрін өтеміз. Бізде созу әріптері ол әлиф, вау, яй. Осы 3 әріп. Бұл әріптің ережесі оңай. Бізде әлиф өзінен алдыңғы әріп не? Өзіне ұқсас фатхалы болу керек. Яғни деп созылу үшін. Яй өзінен алдыңғы әріп кәсіралы болу керек. Яғни өзінен алдың бір әріп келді, ол харекетіне кәсірі. Вау өзінен алдыңғы харекеттің харекеті дамма. Сондықтан қазір иншалла кәсіраны жекегенізді тағайтамыз. Фатха, яғни бізде әлиф созылуы үшін екке. Өзінен алдыңғы әріптің харекетіне фатха болу керек. Өйткені әлиф бізде фатхада Мысалы, әлиф келді мұнда қала деген сөзде қоф әрпінің харекетіне фатха. Демек бізде 2 бар. Демек қала. Қала демейміз де. Қала. Қалат. Қалат. Тәбә. Жіңішке әріптерде енді Тәбә. Тәбә. Енді мына жерде тек қана созған еді. Енді мына жерде қарасаңдар Тәбә. Тәбә деген сияқты. Сәхирун. Сәхирун. Сәқибун. Сәқибун. Сәбитун. Сәбитун. Субәтин. Субәтин. Сәмә. Сәмә. Мән сәмә. Рамадан. Демек, біз Рамазан дейміз ғой. Содағы Рамазан. Деген сәл. Одан кейінгі әлиф созылады. Рамадан. Ихдина. Ихдина. Тәбәрака. Мүлк сүресінде тәбәракәлләзи. Тәбәрака. Әкәбира. Әкәбира. Мәсәкин. Мәсәкин. Мәсәджиду. Мәсәджиду. Мынау мәсәкина. Мәсәджиду. Мәсәджиду деген сөз мәсджид деген сөздің көпше түрі. Мәсджид деген не? Мешіт деген сияқты сөз. Бисмилла. Кейінгі жалғасы бізде бұның Бисмилла. Бисмилла. Инна нахну. Инна нахну. Наззална. Арсална. Каррамна. Иннана. إننا أوحينا أوحينا سبحانك سبحانك وتبارك وتبارك فلما فلما سمعنا سمعنا وأطعنا وأطعنا ربنا ربنا كتبناها كتبناها لا تخافا لا تخافا حافظات حافظات قانتات قانتاتٌ. Мына жерде кәсіра бар. Биғуламин. Мына жерде тәнуинде кәсіра бар. Биғуламин. Бидухонин. Бидухонин. Мутаин. Мутаин. Матаун. Матаун. Деген сияқты. Бұл не бізде әлифтің созылу ережелесі.
және соған байланысты жаттығулар. Енді біз келесі сабақта не? Яй әрпінің созылу ережесін өтеміз.